Баршаңызға сәлем достар. Бүгін менің жаңа сериал болады. Сериалдың тақырыбы бай өмір деп аталады. Ендеше бастайық. Кейіпкерлерді кішігірім таныстырып кетейін. Бұл бізде әкесі, есімі бұның Арман болады. Бұл бізде компания бастығы болып жұмыс атқарады. Ал бұл оның жұбайы. Бұның есімі Бұның есімі Дамелия. Бұл мамасы неде жұмыс жасайды? Бұл да фирмада жұмыс жасайды. Ал бұл үлкен қызы, бұның есімі деген Әлия. Әлия деген оқуда оқиды. Және де бұл ең кішкентай сіңілісі. Есімі оның Альбина. Альбина, неде садикке барады. Вот. Соны істерге айтып кетейін. Вот, сондай істерге айтқаным. Вот. Енді сериалымызды бастайық. Мен еще кедей өмір дегенді түсіріп қойғанмын. Анамнан таба аласыздар. Анама кіріп көріп кетсеңіздер болады. Кедей өмір және де кедей бұлай өмірді түсірмекенмін. Бірақ бай өмір деп түсіремін. Енді бастайық. Мама маған шай құйып берсін да, мыналар кешігетін болың ғой сабаққа. Болсаңдаршы, немене отырсыңдар? Қазір ханым. Шай құйып берем. Мама, сосын маған бүгін заказ келу керек, соны ешкім алмасын, түсінікті ма? Үйде әкеп тастайды. Ешкімнің жұмысы да болмасын ода. Қызым, ода ешкімнің жұмысы да болмайды, түсінің ба? Болды, ханым, тамақ іше беріңіздер, ас болсын. Сосын мен шоппинг араламын екенмін құрбыларыммен, бай құрбыларыммен. Мынандай жағдай болып жатыр ол жерде. Ішіндер тамақтарын, ас болсын. Іш болыңдар ма? Іш болдық. Тұрыңдар. Саққа баруымыз керек. Қызым, сен анау кедей қызды мазақтама, түсінің ба? Тағы директорың алдынан бірақ шығып кетерсін. Ту, мама, қойыңыздар, айта бермеңізші ол қызда. Жыныма жоқ қой. Қызым бармайды сабаққа. Мектепке күнде бара береді. Ет болды ғой, анау мұғалімдерінен де. Бармайды болды. Қызым, жүр. Қызметшілерге айту керек еді. Мен жақсы жұмысқа кеттім. Сосын далада охранниктер тұрады, сендер бір жерге кетіп барасыңдар, соған айтып кетіңдер. Түсінікті ма? Егер барғыларың емесе, өздері апарып тастай салады. Жақсы. Жақсы, мен кеттім жұмысқа. Қызметшілер мына жерді жинап алыңдар, түсінікті ма? Айнадай тап-таза болып тұрсын, түсінікті ме? Каналын қазір жинаймыз. Жинаңдар, бол, тез-тез, бол жырамай. Жина, бол. Мам, мен бөлмеме баратын шығарым. Қызым, келсе әңгіме айтамыз. Жоқ, керек емес. Мен кеттім бөлмеме. Жарайды онда. Берік доказып қаша келесі кет. Мына жерде күтіп отыр. Так, охранниктер, сендер жұмыстарын жасай беріңдер. Ханым мырза. На балагым, ома. Қақа кетіп бара жатсың. Күлге болмайды. Кәшіркіздер, Әлия деген қыз осы үйде тұра ба? Әлия деме оны, Әлия ханым де. Әлия ханым. Әлия ханым. Осы үйде тұрады, не болды? Мына заказдардың бәрін біз бір аптада алып келіп едік. Сол Әлия ханым шақырасыздар ма? Қазір күте тұр. Әлия ханым алып келген мен. Шыңыз ханым. Кім ол маған кеп тұрған? Міне, Әлия ханым. Әлия ханым, абалаңыз. Ой, деп отсы ерге сүрші. Әлия ханым, мынау сіздің заказдарыңыз. Бір аптада алып келдік. Рахмет. Мен сендердің ақшаларыңды Каспиймен салып жіберем. Жақсы, сау болыңыз. Болды, естір алыңдар. Мен деген кеттім бөлмеге барып ашып көрейінші. Так.
Барлықтарыңа тезді жинаңдаршы бұл. Так, сені ашып көрейікші. Мен ашып көрейін. Вау, бұл не? Менің компьютеріме лайықты киім ғой мынау. Болатыны. Менің заказдарым біртіндеп әдеміленіп жатыр. Не тағы? Күшік. Отыра ғой мында. Вау! Вау, қандай керемет сумка. Әйтеуір келіпті ғой менің сумкамның. Так, мынау немене? О, тырбадан. Күшті заттар келіпті. Мен мына күшікті апарып келейінші мамаға. Мам, қараңыз, бізге күшік әкеліпті. Ой, қандай керемет ойыншық. Қызым жата ғой. Вау, керемет. Мен мына тамақты алсайын. Қойып жатайсың. Мен де ұйықтап алайын қызым. Аха, жақсы. Мынаның бәрін бөлмеме барып орналастырайын. Мектепке ертең бәрін киіп өшеп барамын. Так, мынаны іліп қояйын. Так, бөлмемді бір реттеп алайын. Так, астына тұра берсін. Так, сумкамды да астында мына чемодан деген мына жерге ма? Мен естіпті. Жерге қойып қоя салайын. Сумкамда тұра берсін. Да екеуі бұл сұралақтар жібереді. Міне қызметші алып келді бәрін. Мынау енді сенің тамағың. Ішіп же ғой. Енді мен дайындалайын мектепке ертеңге. Ертең сабағымды жазып қояйын. Так, аха, осындай тапсырма дейді. Бітіп қалдым әйтеуір дегеннен. Біттім ау әйтеуір. Көп оқып қойыппын сабақты. Көп отырып қойыппын дегенім. Берім алып кетті, тамақ жеп алайыншы. Ана қызметшілер жинап біткен шығардым. Ту, мына жерді жинауды айтсайыншы. Ой, қойшы мына жерге сала салайықшы. Миды қатыр болар жуып жүргенші. Бізге ханымға керемет заказдар келеді. Соны айтам, мынаны бар ғой, екеуміз бірге жегенімізді ешкім білмей-ақ қойсын. Так, бір бәле іздеп қалады. Ой, тоқта, мынаны салып жіберейік, тоқта. Тоқтатпа, әлі салмай тұра тұрайық. Ал, енді сала берейік. Мынаны мына жерге, мынаны да мына жерге. Ал, тұрмай жатыр. Так, песін жеп қояқ. Енді әңгіме айтып, кешкі асымызды дайындайық. Так, мен деген болып қалдым уже тамағымды ішіп. Су қалды. Іше ғой күшігім. Болды. Мен саған жататын жер керек. Мен саған қандай жататын жер берем? Күтіп тұр. Бізде андай матрас бар еді ғой қазір. Міне болады осы. Қайын жатыр? Міне болды. Так, енді мен ертеңге дайындалып болдым. Сабағымды бәрін салып қояйын сумкама. Так, блокнотым, кітабым. Бірақ мен ертең бұны ұстап алмаймын ғой мектепке. Басқа да заттарым бар ғой. Так, енді мен жатып демалайын. Қатты ұйқым келіп жатыр. Ұйықтайын. Так, болып қалды. Әдем болды, я? Әдем болды. Ей, сендердің достарың жасамай ма? Кетіңдерші, бар бөлмемде не істеп жүрсіңдер? Өзі сіздің ананы жібердім, мына пердені орнату үшін. Мына перде кім қойған? Менің әдем пердем қайда мына жердегі? Надоел жұмна. Бағылжай береді екен. Кеш батып, әкесі жұмыстан келеді. Ой, қалайсың, мен ұйқым келіп тұр, ұйықтайын. Жұмысқа баратын уақыт болып қалыпты, ғой тұрайық. Дамирия тұр. Қайрықтан тамақ ішуге барайық. Қалайсыздар, тамақта емес па де әлі? Ханы біз еді тұрдық, тамағы әлі дайын емес. Шай іше саласыздар ау дедік. Шай ішсек болды ғой, бізге шай құйып беріңдерші 2 пиалаға. Ыдысқа.
Ой. Отырдыш бізге шай қойып тұрды. Шода да біз қатты табақ ішкіміз келіп тұрған жоқ. Табақ та ішкіміз келмейді. Өздеріңіз ішіп отыра бергіздер. Біз продуктіге барып келейік. Барды продуктіге барып келейік. Әлия қайда өзі? Көрінбейді, сол мен барып оятып келейінші оны. Әлия, тұр. Таң асымен неменеге оятып жатсыз? Бүгін сабаққа барасың ғой, есіңнен шығып қалды ма? Сабаққа барады екенмін ғой. Жүр, шайыңды ішіп ал. Қарның ашып қалады. Мектепте тамақ та бермейді, жүр сендерге. Береді. Просто сіздер көрмейсіздер ғой. Ой, көп сөйлей бермей шайыңды іш, қазір апарып тастайды мектебіне. Мен апарып тастай саламын қазір мектебіне. Қызым, сен анау мектепте оқисың ба? Анау 142-ші. Мамин, дәл сол жерде оқимын. Не болды сіздерге бүгін біртүрлі ойсыздар? Қызым, жоқ, біз әшейін жұмысқа байланысты біртүрлі болып қалдық. Жақсы. Дешелер қайда? Олар продуктіге кетіп қалған. Қызым болсайшы, сіз кетіп шықсайшы. Біз кетуіміз керек. Нан істеймін. Нан істеп барайын. Пап, мен болым. Қызым, мұнаға не алып шығаттың? Телефоның қайда? Мама, менде телефон жоқ екен, білесіз ғой, алдында сындырып алғанымды. Енді маған телефон керек. Ой, қызым, сен мына тұрыңмен 2 күн сабақтан қаласың ғой. Бар енді. Өзім айтам, телефоныңды қашан алатыныңды сабақтан келгеннен кейін аласың. Бар. Қазір кешкесің сабағыңа ұйықтап жүргенде. Телефон анамнау деп миды жек қойды ғой бұларда, шырам. Әпере берсең надайлы болатын. Қызым ұйықтап жатты екен ғой. Мен кішкене жатып демалып аламын. Достар, сіздерге бай өмір ұнайтын болса, лайк басып